Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, сондай пайдалы саңырауқұлақтан қуырдақ дайындаймыз. Және де саңырауқұлақты қалай дұрыс пайдалану керек екенін, қалай дұрыс таңдауды және де пайдасын, зиянын түсіндіріп айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Саңырауқұлақ жерде өсетін болғандықтан оны пайдаланар алдында 5-6 мәрте ағын суда тазалап, жуып аламыз. Артық топырағынан, құмынан және де шөптерінен тазартып аламыз. Содан кейін шамамен жарты сағаттай қазанда орташа отта қайнатамыз. Қазанымыз қайнап жатқан уақытта қуырдақтың картобын, пиязын тазалап алып, турап дайындап қоямыз. Саңырауқұлағымыз шамамен жарты сағат уақыт қайнағаннан кейін көлемі жағынан 2 есе азаятын болады және де суы осылай сарғайып кетеді. Оны сүзіп алып, бөлме температурасында суытатын боламыз, содан кейін тазалап аламыз. Ал қазір картопты қуырып бастаймыз. Біз картопты және де қозқұйрықты 2 бөлек қуыратын боламыз, өйткені картоп езіліп кетуі мүмкін. Картоп пен саңырауқұлақты қуыратын кезде сұйық май мен сары майды араластырып салдым қазаныма, сонда ол өте дәмді шығады. Енді саңырауқұлағымызды бөлме температурасында суығаннан кейін түбін кесіп алып тастап, артық шөбінен, қылтықтарынан болса алып тастаймыз, тазартып аламыз. Және осындай түбін кесіп алып тастауды ұмытпаңыздар. Және де саңырауқұлақты таңдайтын кезде өте ұсақ, кішкентай саңырауқұлақты таңдағандарыңыз дұрыс болады, өйткені жас саңырауқұлақта витаминдер мен минералдар көптеп сақталады, ал өсіп кеткен саңырауқұлақта ол көбінесе болмайды. Саңырауқұлағымызды турап жатқан уақытта картопты қуырылып жатқанын ұмытпаймыз. Картопты осылай қызарғанша қуырамыз және де қызартып қуырып болғаннан кейін ғана тұзын және де пиязын салып, тағы да жақсылап қуырып, бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. Сонда өте әдемі, жақсы пісіп шығатын болады. Содан кейін саңырауқұлағымызды қуыруға көшеміз. Саңырауқұлақты да жаңағы картоп секілді сары май мен сұйық майды араластырып құятын боламыз қазанымызға. Содан кейін ғана қызып тұрған майға саңырауқұлағымызды салып, екеуін 2 отта, орташа отта қуыратын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға сулы саңырауқұлақты салғаннан кейін ол сәл қуырылуы баяулайды. Содан кейін ғана біраз уақыт қуырылғаннан кейін артық суы қуырылып шығып, содан кейін ғана өз майына өзі қуырылатын болады. Саңырауқұлақты қуырған кезде майын көбірек құюды ұмытпаңыздар, өйткені саңырауқұлақ маймен дәмді болады. Ол осылай сап-сары әдемі болып қуырылу керек. Содан кейін ғана пиязын, тұзын салып, тағы да біраз уақыт қуыратын боламыз. Саңырауқұлақ картоптан қарағанда ұзағырақ қуырылады, ұзақ уақыт қызаратын болады. Үстіне пиязды салып болғаннан кейін, пиязымызды да саңырауқұлақпен бірге қуырып, пиязымызды өлтіріп қуырып болғаннан кейін, шамамен саңырауқұлағымыз пісті деген уақытта оның үстіне піскен, қызарған картопты салып, дәміне қарай тұзы мен бұрышын салып, тағы да екеуін араластырып, қақпағын жауып, өте жай отта шамамен 10 минуттай бұқтыратын боламыз. Сонда біздің қуырдағымыз сулы, әдемі, дәмді болып шығады. Бір-біріне дәмі керемет үйлесіп, сіңіп тұрады. Біздің саңырауқұлақтан қуырдағымыз дайын болды. Бетіне аскөк немесе пияз сеуіп ұсына берсеңіз болады. Және де дәл осы рецептпен баршаңызға жасап көруге кеңес беретін едім. Және де менің кеңестерімді сақтап алуды ұмытпаңыздар. Саңырауқұлақты білесіздер, баршаңыз өте қауіпті ас, бірақ өте пайдалысы да бар. Таңдаған кезде қатты мән беріңіздер, аса балбыраған, бос болмау керек және де құрттаған, шірген жерлері болмау керек. Нығыздау, едәуір ауырлау саңырауқұлақ болған дұрыс. Және де оның терілген, өскен жеріне аса қатты мән беріңіздер.
өйткені экологиялық таза емес жолдың бойында өскен саңырауқұлақтар зиянды болуы мүмкін. Сол үшін барлық сақтық шараларын пайдаланып қолданғандарыңыз дұрыс болады. Менің кеңестерім пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.